Сәлем достар, мен сіздерге бүгін оңай жасалатын ерекше салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Әзірленуі оңай, көп уақытты қажет етпейді. Видеоны көрмес бұрын арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқамызға 2 ас қасық сүт құямыз. Үстіне шамалы тұз себеміз. Ұн саламыз. Тауықтың төс етін салатқа пайдаланатын боламыз. Ол үшін жіп-жіңішке етіп, бөлшектерге бөліп аламыз. Кесіп алған тауықтың төс еттері салатымызға бір порцияға 8-9 штука кетеді. Осының үстіне тұз себеміз. Кез келген приправа пайдаланатын боламыз. Маған осындай панировочный сухари керек болады. Тарелкамызге осыны салып аламыз шетінен. Менің дайындап алған клярым. Бірінші клярға ұнатамыз. Тауықтың төс еті пісемдегенше салатымыздың құрамын түгендейтін боламыз. Қатты үлкен емес, осылай қиғаштап кесіп аламыз помидорларымызды. Қияр керек. Қиярды да қиғаштап турап аламыз. Маған қара жүзім керек болады, 50 грамдай. Осының ортасына бөліп, салатымыздың құрамына саламыз. Маған фетакси сыр керек болады. Осыны кесіп дайындап қоямыз. Мен мұнда помидорды, қиярды, жүзімді осылай кесіп дайындап алдым. Енді осының үстіне шөптер салатын болам. Брокколи бар, жасыл жапырақ бар. Осының үстіне бір ас қасық оливковый май құйсаңыздар да болады, өсімдік майы құйсаңыздар да болады. Тұз себеміз. Салатымызды осылай тарелканың жиегіне айналдырып салып шықтық. Енді кесіп қойған фетакси сырларымызды бетіне қоятын боламыз. Майонезбен жіңішкелеп, үстіне осылай ағызамыз. Ортасына ажыратып алған салат жапырақтарын қойып шығамыз. Айналасына қуырып алған тауықтың төс еттерін осылай қойып шығамыз. Осымен мерекелік дастарханға арналып жасалған салатым дайын. Өте дәмді, ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайкпен қолдап қойыңыздар.